Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Біз сіздермен латынша оқы, латынша жаз бейне дәрістер циклын жалғастырамыз. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы латын графикалы әліпби негізіндегі жаңа емленің принциптері. Қазақ жазуының қаншама әліпби ауыстырса да принциптері ауыспайды. Сол себепті біздің 100 жылдық тарихымызда қанша әліпби ауыстырған бірде-бір ұрпақ сауатсыз болып көрген жоқ. Оны тарихтағы фактілер дәлелдеп отыр. Сондықтан біз бүгін принциптер мәселесі туралы дәрісімізге тоқталғанда, олардың біздің жазу дәстүріміз үшін, сауаттылығымыз үшін қандай маңызды екенін түсінесіздер. Қазақ жазуының басты принципі фонематикалық принцип деп біздің тілтанушы ғалымдарымыз айқындап берді. Оны алғаш рет жүйелі түрде іргелі зерттеулер негізінде анықтаған ғалым профессор Нұргелді Уәлиев. Нұргелді Уәлиевтің ізденістерін жүйелі түрде жалғастырып, грамматология тұрғыдан қарастырған, жазу теориясы тұрғыдан қарастырған ғалым профессор Құралай Күдеринова. Осы кісілердің еңбектеріне сүйене отырып, біз қазір өзіміздің дәрісімізде әрбір принципке қысқаша тоқталып кететін боламыз. Ең алдымен басты принципіміз фонематикалық принцип туралы айтайық. Бұл принципке қатысты алғашқы білімдерді біз бұның алдындағы дәрістерде айтқан болатынбыз. Яғни қазақ жазуы фонемдік жазу. Тіл дыбыстарын жазамыз. Ауыздан шыққан алуан түрлі болып түрленген сөз дыбыстарын емес, санада жинақталып тұрған, біздің сөзімізді түсінуге сүзгі болып тұрған тіл дыбыстарын таңбалаймыз. Сол себепті қазақ жазуының басты принципі фонематикалық принцип дейміз. Мәселен, біз шәй, жәй деген сөздерде ә дыбысын айтқанымызбен, ол жердегі фонема а екенін тексеруге болады. Ол үшін сөзді ашық дауыстымен келетін жалғаулар жалғау арқылы тексеруге болады. Мысалы, шәйға дегенде ға жуан нұсқасы жалғанып тұр. Сол сияқты біздің жазудың фонематикалық принцип ретінде мысал келтіретін болсақ, жүрек, жұлдыз деген сөздерді біз айтқанда еріндік дауысты дыбыстармен айтамыз. Жүрек, жұлдыз деп. Яғни екінші буында еріндік о, екінші буында еріндік ö дыбысы айтылады. Алайда біз жазған кезде ол жерге езулік дыбыстарды жазамыз. Себебі біздің тілімізде еріндік сингармонизм фонемалық деңгейде, фонологиялық деңгейде қызмет атқармайды. Ол тек қана ауыздан шыққан сөзді ұйымдастырушы фактор ретінде ғана көрініс береді. Яғни тілдік санада ол жоқ. Бұл да біздің жазудың фонематикалық принципіміздің басшылықта екеніне дәлел болатын мысалдар. Енді фонетикалық принципке тоқталайық. Жалпы тілдерде фонетикалық принцип, жазудың принципі болғанымен, ол ультрафонетикалық емес. Жазу ультрафонетикалық бола алмайды. Яғни біз фонетикалық принциппен жазылған сөздер деп мысалға келтірген сөздерде бұл принцип тек қана буын жігінде немесе бір сөздердің тоғысқан жігінде ғана көрініс береді. Мәселен, алагеуім сөзі бұл кіріккен сөз. Қазақ тілінде кіріккен сөздердің көбі фонетикалық принциппен жазылады дейміз. Бірақ геуім дегендегі г әрпінің жазылуы фонетикалық принциппен жазылып тұрғанымен, оның екінші буында еріндік дауысты дыбыс жазылмайды да езулік жазылады. Яғни геуім деп жазылады. Бірақ дыбыстағанда біз еріндік дыбысты айтамыз, геуім деп. Сондықтан бұл сөздің өзінде де фонетикалық принциппен оның екі түбірдің біріккен тұсындағы дыбыстары ғана таңбаланып тұр. Енді морфологиялық принцип бұл әдетте біріккен сөздерде мықты қолданылады. Сол сияқты түбір мен қосымшалардың емлесінде де морфологиялық принцип басшылыққа алынып жазылады. Яғни морфемалар сақталады. Морфема деген түбір, жұрнақ, жалғаулар. Мысалы, үйлер дегенде біз лөр деп дыбыстап айтамыз. Бірақ қазақ тілінде лөр деген көптікті білдіретін морфема жоқ. Сол сияқты тарихи принциппен жазылатын сөздер тобы бар. Ол әдетте ескі кітаби лексикадан келе жатқан сөздер. Тарихи принциппен жазылатын сөздерге ескі кітаби лексиканы жатқызуға болады. Ол әдетте діни мазмұндағы сөздер,
Мысалы, жихад, тахарат деген сияқты сөздер тарихи принциппен жазылады. Ал түпнұсқа принциппен жазылатын сөздер легіне орыс тілінің орфографиялық ережесі бойынша таңбаланып жүрген шет тілдік сөздер жатады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.